Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен отбасыма өте қатты ұнаған карамельный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Бөлме температурасындағы сары майға қантты, жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнға қопсытқышты қосып, осы массамызға біртінде сала отырып, қолымызбен қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді салфан мешочкқа салып холодильникке салып қоямыз. Ол уақытта начинкамызды жасап аламыз. Вареный сгущенкаға 20% қаймақты қосамыз. Одан соң жұмыртқаны қосамыз және де қалауыңызша кукурузный крахмалды қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап біркелкі масса шыққанға дейін араластырамыз. Енді қамырымызды формамызға осылай қолымызбен жан-жағына жеткізіп жайып шығамыз. Шанышқымен осылай тесіктер жасап шығамыз. Начинкамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай формаға жабыспай жақсы болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер, және де ең маңыздысы өте оп-оңай піседі. Өте нәзік, дәмді, жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Бір шайда желініп қалды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.